Арқандылған тұрғандай, тарам-тарам жолдарды өрішін аралама. Енді мына үй ғой жатын үйлеріңіз. Мына қосқа не істейсіздер? Қосқа енді қыста сол соғымның етін илеміз. Көрсек бола ма? Болады ғой, көріңіздер. Қостың ішіне де кірдік. Қостың іші арса-арса толы ет сүрленген. Енді мына әтте неге сүрлейсіздер? Бұны енді сексеуіл жағып сүрлейміз. Сексеуілдің? Сексеуілдің қызыл чоғына, жалынына ұстаймыз, түтін емес. Түтін емес, жалынына? Жалын ұстаған ет әдеме болады. Әдеме кебет, сүрленді. Мына үйткен қой ма? Үйткен қойдың ет. Үйтіп те кептіреміз, үйтпейді әдетте жалаңашта сойып енді. Мынау енді кейін жазда нешінші айға дейін жейсіздер осы сүрені? Бұны енді жақсы сақталса 6-шы ай, 7-шы айға дейін жейміз. Жақсы сүрленсе соған дейін желіне береді. Керемет екен. Мынау енді мейіз болып, сексеуілдің енді қызым чоғына кепкен дүние бұл енді. Ойыспаққа бұзылмайды ғой. Өте керемет. Оның үсті мына кигіз үйде осы керемет қой. Міне табиғи мұздатқыш, табиғи. Қазақтың енді бүйін күйі ғой мынау. Қандай керемет. Ерекше бір залалсыз өнімдер ғой енді керемет. Әдетте там үйлерге кепкен оқшамайды маған. Мынандай болмайды. Қазағымыздың қара қосының ішінде кепкен енді керемет қой бұл. Аспандағы жердегі, асудағы белдегі, жолың болсын, жолың болсын, жолаушы.